Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Гаухар. Сіздермен бірге топ-томпақ әрі жұп-жұмсақ болатын бауырсақ дайындаймыз. Ең алдымен бізге жылы су, жылы сүт, қант, 1 шай қасық тұз және де 1 қасық ашытқы саламыз. Жақсылап араластырып алып, илектен өткізілген ұн қосамыз. Алдымен осылай араластырып алып, кейіннен тағы ұн қосып, қолымызбен илейміз. Жақсылап басып шығамыз. Енді 1-2 қасық сұйық май құйып, тағы да үстінен басып, жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Енді екінші мәрте нанымыз демалып болған соң 1 рет басып, қайтадан демалдырамыз. Осымен 1 сағат өтті, енді нанымызды алып, ұнымызды сеуіп, жұқалап жаямыз. Жайып болған соң, осындай стаканның көмегімен домалақ қылып, әдемілеп кесіп аламыз. Кесіп болған соң, орамалдың астында 10 минуттай демалдырамыз. Енді қызып тұрған сұйық май мен тоң майды араластырып, бауырсағымызды пісіреміз. Осымен біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын. Сіздерге ұнаса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.